Әйелдің қандай екені күйеуі кедейленгенде білінеді. Еркектің қандай екені әйелі ауырғанда көрінеді. Ауырдың татулығы мирас бергенде байқалады. Нағыз дос басқа іс түскенде айқындалады. Мұсылманның иманы сынақтарда сыналады. Айналадағы әңгіме ол айтыла береді. Сен жақсы болсаң да, жаман болсаң да айтылады. Сондай адамдар бар. Біреудің артын шұқып, айыбын айтпаса құмары қанбайды. Олар өмірін саған арнаған. Жақсы адам сөздің шырынын іздейді. Жаман адам сөздің шірігін іздейді. Олар шірік қой, солай жүре берсін. Ақша билеген заманда адамның құны 5 тиын болып тұр. Бұрын мал арам өлсе, ата-әжелеріміз уайымдамайтын еді. Қазір адам арам өліп жатса да саусағын қимылдатар жан жоқ. Заман емес, адам азған. Бәрінің көксегені ақша мен билік. Бұл өмірдегі билігің мен байлығың ана дүниеде азық болмас. Қаласың ертең көміліп, боқсасып. Алыстан саған атарып келетін дұшпан жоқ. Дұшпан өз қасынан шығады. Үріп келген иттен гөрі, күліп келген дұшпанға бата алмайсың. Сол үшін оларды үнсіз жең. Қадірі кеткен күні не ит болып қаба алмайды, не дос болып келе алмайды. Ең әдемі күлкі, ең үлкен мұңды жасырып тұрған күлкі. Адамдардың сені қызғанып көре алмауы сенің дұрыс бағытта екеніңді көрсетеді. Себебі адамдар ешқашан өзінен төмен адамды қызғанбайды. Ақшамен сыналып жатсаң шүкір ет, Құдай баламен денсаулықпен сынамасын. Жүрекке дүние кірсе, кең әлемді тар қылар. Жүрекке иман кірсе, тар әлемді кең қылар. Пейілі кең болса, түннің өзі жарық көрінеді. Пейілі тар адамға жарық дүние өзі тар болып көрінеді. Кең болсаң, кем болмайсың. Маңайың тар болса да, пейілің тарылмасын. Менің өмірімде бір ғана заң бар. Көңілім соғған адамдарға қайта көңілім жылымайды. Адамды көрікті ететін жүзі, жүзді сұлу ететін екі көзі. Десекте адамды адам ететін оның аузынан шыққан сөзі. Іс-әрекетті сыйластыққа сыйластықпен жауап беруі. Іштен шыққан ит жаман, өтіп кеткен көз жаман. Көңілді қалтырар, өсек өтірік сөз жаман. Тілдінің тілінен, көздінің көзінен, жаман иттердің ісінен сақтай көр. Қашан адам өзіне баға береді, сол кезден бастап адам ұтылған болады. Мен жасап жүрмін, мен жақсырақпын, мен ақылдымын, мен көбірек білемін. Мен айттым ғой, менің кінәм жоқ деген сияқты сөздерді айтумен өзіңізге баға берсеңіз, ұтылдыңыз. Мен деп өзімізге баға беруден сақтанайық. Мен деу үшін емес, оның бәрі жасатып жатқан еміз екенін, және бәрі оған ғана тән екенін ұмытпайық. Мені жаман десең, мен шынында жаманмын, ал жақсы десең, мен ең жақсымын. Бірақ есіңде болсын, саған қайсы жағым көрінген болса, сен соған лайықтысың. Өмірден шаршаған адамдар не өздері өмір сүрмейді, не басқаға өмір сүруге мүмкіндік бермейді. Адамның дәрежесін ақшасы, жағдайы, мәртебесі, деңгейі көтермейді. Адамның дәрежесін көтеретін, бәрінен биік ететін адамдық қана. Өзгенің ақысына кірмеу адамдық, көңілге қарау адамдық, жылы сөйлеу адамдық, жымиып қарау адамдық. Сабыр ету адамдық, жағдайың келмесе де өзгеге жақсылық етсем деген ниет адамдық.
Жақсылық ете алмасаң, ең құрығанда жамандық қылмау, тілдемеу, сөкпеу, ғайбаттамау, ол да адамдық. Адам болып келдім өмірге, адам болып кету тілегім. Адамгершілік пен адалдығымыздан айнымайық. Өмір бұл баспалдақ, көтеріліп бара жатып, адамдармен амандас. Төмен түскеніңде танып қолын беретін болады. Мен өзімді бір ғана сөзбен жұбатамын. Егер Алла тағала мен үшін осылай дұрыс деп шешсе, бұл жерде міндетті түрде бір жақсылық бар. Бұл дүниеде ешқашанда еш нәрсені кемсітпе, өйткені арзан тұратын қаламда миллиондаған ақшаға қол қоюы мүмкін. Өмір кімнің игілігінде, жүректің дүрсілін, кеуденің тынысын басқарып тұратын кім? Жауабы бәріне анық, қарапайым сұрақ. Алайда шаруаға келгенде тез ұмытылып кететіні өкінішті. Оған деген сенім нығайып, тәуекел ету жеңілдеу үшін бір істі үнемі жасау керек. Ол іс әрбір дұғаңызға алған жауапты естен шығармай, бірден шүкірлік етіп отыру. Осы менің жақында жасаған дұғамның нәтижесі ғой, деп бірден жүректі разылыққа толтыру. Қайта-қайта қайталанған осы әрекеттің нәтижесі Аллаға тәуекел етудің жеңіл болуы, кез келген ісіңіздің міз бақпай тапсырып қою, алаңдамай өмір сүру. Нағыз мүминнің өмірі өте жеңіл. Көңілге түскен жараны амал бар басқаларға білдірме. Бұл дүниеде барлығы саған емші бола бермейді. Қайта сол жараның аузына тұз сепсем дейтіндер жетеді. Бай атқа мінсе құтты болсын айтамыз да, кедей атқа мінсе қайдан алдың дейміз. Тек жақсы денсаулық нәсіп етсе болғаны, бақыт байдың сарайында да, кедейдің лашығында да болады. Еңбек етіп табаның жара болса болсын, тізең топырақ болмасын. Кейбіреулерді қадірлесең аспанда балады. Сенің жасаған жақсылығың оған өтеге міндетің сияқты көреді. Сол үшін жақсылықты, кішіпейілділікті адамына қарап жасаған дұрыс. Шектен асқан мейірімділік, кішіпейілділік өзіңді қадірсіз, жалынышты етіп көрсетеді. Бізде қазақта мынандай нақыл сөз бар: мал жаманы сипағанды, адам жаманы сыйлағанды білмейді деген.